өте ұятты әңгіме айтып отыр да мына жігіттер. Андай датабо жігіттіктерің түсіп кеткен ба, или тестостерондарың түсіп кеткен ба, мен сендерді түсінбеймін. Просто қыздың аяғына жығылу, қыздың бүйту, мен мақұл, қызды бәріміз сыйлай аламыз. Я, бәріміз меру сыйлай аламыз. Бірақ та өте ұятты тірлік Бекзат. Кішкене жігітсіңдер ма? Өздерің жігіттіктерімен конкретно сыйлаңдар, дұрысына сыйлаңдар. Есікті ашып беріңдер, аузына тамақ салып беріңдер. Бірақ сөйлегенде де өздеріңкін қоя біліңдер, жігіттер. Жақсы, Саттарет, андай емес енді. Егер қарап тұрмыздан қыз деген ол да болашақ ана біле білсең. Ол да сенің болашақ әйелің. Біле білсеңші, оның алдында да сен иіле білу керексің. Иілу деген ойбай барды аяғынан сүй деген нәрсе емес. Сен өте андай таяз өресің, Саттарет шынымен және ақылың бар жігітсің ғой. Сенде ақылың бар, білесің, қызды сыйлауды білесің. Бірақ та сен ауызбен ғана, тілмен ғана білесің да сыйлауды. Бұл жігіттер іспен істеп жатыр деген сияқты ғой. Сондықтан ол нәрсені бәрін ойласаң, кішкене ақылыңды көбейтсең, кішкене нормальный болушы еді. Ертең болашақта отбасы шақ келмей жатыр, может. Ертең отбасы болған кезде менің бала-шағам да, менің әйелім де менің сөзімнен кейін қимылдайтын болады. Ал сенен кейін сен бірінші әйелің айтады, сен содан кейін қимылдайтын боласың. Бекзат, еркекше айтамын мен саған. Потому что мен Бекзатқа айтатын нәрсем, просто ондай нәрсе пікір айттың ба, ақыл таяздығын айттың ба, онда сөз саптауың дұрыс та бірінші. Неге сен онда аяққа жығылу деп бастайсың әңгімеңнің басын? Аяққа жығылмай-ақ, лучше айт, алақаныңда ұста, аяла, қыз деген болашақ ана өте дұрыс, бірақ та оны аяққа жығылу болмаса. Енді сенің ана Бекам мынау ғана қалды ғой. Саттарет жақсы жігіттер айтамын да. Өте андай мамасын сыйлаған дұрыс. Бәріміз де анамыз сыйлаған жігітпіз. Анамыз сыйлаймыз. Анамыз бәріміз үшін бірінші орында. Сен всегда айтасың ана дей бересің да. Сен просто ертең кішкене әйеліңді бір сыйламаған жігіт болатын сиясың. Қара, егер де мені сыйлап тұрған, мені сүйіп тұрған қыздың алдында мені иілсе, мен төмен емеспін бірдеңе. Мен әрқашанда мен айтатын нәрсем, қай-қайсы үміткерім болса да, мені всегда айтатын, Бека, мен сол жермен мақтанамын. Саддәулет қалай ухаживать ету керектігін біледі, қалай көңіл бөлу керектігін біледі, мерасын біледі, және при этом приоритет менде не білесің ба? Саддәулеттен кейін деген әңгіме, понимаешь? Әңгіме аяқталмайды. Бір сөйлейші. Саттарет, сенде приоритет. Бойың көрінбей жатыр ма? Отыра берші. Көрінбей жатыр. Приоритет деген сенде айтайын ба? Зарина болған, еңлік болған, Айдана сенде приоритет деген көп, өтеші. Енді келесі болатын қайсы екенін білмейміз. Сондықтан сенің сөзіңе уже приоритет деген сөз дейін сен. Мен айта салайыншы Ағерке, бірақ сөзім бар мен. Папа деп сөзім бөлемін. Нұржан, айта салайық та енді. Саддәулетке айта салайыншы. Нұржан, Ағерке. Тыңдасаң енді ортада отырмыз, кішкене сыйлашы, өтініш, жақсы көрмесең. Сыйламай не істеп жатыр саған, Ағерке деп балауса ханым айтты. Жоқ, енді мен сөйлеймін деп отқаннан кейін ортада отырмын, кішкене сыйластық таншы өтініш сенен. Сен айтасың пікіріңді. Нұржан, микрофонды қойшы. Сен айғайламашы өтініш маған. Сен айтасың пікіріңді. Айта берші. Естисіз ба сіз адамды? Енді кезек деген бар шығар. Мен жаңадан бері айтып отырмын ғой. Өтіп кеткеннен кейін айтам, қазір не айтып отырсыңдар сендер дейсіңдер да, просто қазір мына жерде ше. Не айтып отырсың сен дейсіңдер. Қазір сол уақытымен айтып қалайын деп жатырмын. Нұржан, сізге ұнамай отыр ма бір нәрсе? Жоқ, енді өтініш қоя тұршы деп айтсам, жоқ, тоқтамайды да. Неге мен кезегімен айттым ғой, Ағерке дедім ғой. Түсінбеймін мен сіздерді қалай тоқтату мүмкін емес болып кетеді. Тыңдап, естіп сөйлейік бір-бірімізді. Ағерке? Я балауса ханым, қайырлы күн. Негізі енді жаңаға дейін бір Нұржанның бетпердесі шешілгенге дейін мен де айтайын деп отырмын. Негізі расымен де бір білмеймін, енді аяқ астына жығылу, ондай әрекеттер негізі болып жатқан жоқ, мүлдем деген сияқты қылып айтайын деп едім да. Енді білмеймін, каблук деген нәрсе, өкшенің астына кіру деген бұл нәрсе емес деген сияқты қылып ойлап отырмын. Бірақ негізі Нұржан, сен андай адам екенсің ше, просто білмеймін, мен қанша эфир болды осы ортаға шыққаннан бері саған айтып келе жатырмын ғой. Сен қатты өзгеріп кеткенсің, сенің даже сөйлеу манераңның өзі күте тұрсайшы енді деп сен айғайлайтындай маған біріншіден ешкім емессің. Мен бұл жерде онда микрофон тастап тыңдашы, өтініш. Мен ешкім емес екенімді білемін, бірақ мен ортаға шыққанда сен де жанталасып пікір айтқың келеді. Сондықтан мен де пікір айтқым келіп тұр. Бұл жерде сен ортаға шыққанда мен апрельде айтқам, одан кейін айтқан жоқпын. Нұржан, иә, бұл жерде тем более қарашы, мысалы Бекзат пен Саддәулет екеуінің пікірталасы болып жатыр да, бірақ екеуінде мимо әңгімелер болып жатыр, которые сендерге ешқандай қатысы жоқ. Саддәулет жайдан жай бір жұмақтың кілті туралы айтып кетті. Бекзат алдыда сен деген приоритетің Зарина басқасы ғой деп айтып кетті да. Пікірімді айтқым келді. Ал сен отырсың да ортада айғайлап. Енді білмеймін, сенікі Нұржан, мен сол айтқан именно осы ситуацияға байланысты айтқым келіп отыр еді. Негізі сен бір қыздың артынан жүгіріп немесе басқа да қылып бір әрекет істеп жатқан жоқсың. Бұл екеуіне де, мысалы Аида да айтты, жаңа Саддәулет те айтты, соларға да сұрақ қойғым келіп отырған. Бірақ негізі былайынша алып қарағанда, сен жалпы негізі қыздың кәдімгідей аяғының астына кіруге ғана лайықты бір ер азаматсың деп айтқым келеді. Сол нәрсені ғана заслуживать ететін еркексің, потому что саған ешқандай қыз тимейді. Хорошо? Жоқ, мен мына Расул айта салайыншы. Неге сен мен жайлы жақсы ойлап отырасың? Бірден пікіріңді не үшін өзгерттің? Екіншіден сен өте тәкаппарсың, Ағерке. Сен айтам дедің ба, сен айту керексің, сен адамды тыңдай алмайсың. Мен айтып, мен ортада отырмын ба? Сен ортада отырған кезде мен сен сөзіңді ешқашан бөлмегенмін. Жарнамадан кейін. Кешірім сұраймын, кішкене ашуға беріліп сіздің сөзіңізді естімеппін, негізі тоқта деп жатқаныңызды да ше. Сол үшін сізден кешірім сұраймын. Содан кейін мына жақта енді білмеймін, қыздар сөйлейсің ба, жақсы сөйле, болмаса үндеме деген әңгіме бар ғой негізінде. Иә, болды ма?
болды айта берші. балауса Балауса ханым ханым енді бола ма? жаңа айтып кетті ғой, сен тәкаппар болып кеткенсің деген сияқты. Сөйлейсің ба, жақсы сөйле дейтіндей, бұл жерде енді көріп отырған нәрсеңді көресің. Егер де дұрыс емес нәрселер көрсең, дұрыс емес айтуға тура келеді да. Бірақ бұл жерде Нұржан, сен жаңа айтып жатсың, біріншіден сен айттың, сен тәкаппар болып кеткенсің дедің. Мен бұл жерде бірінші емес, екінші маусым отырмын. Бұл күнге дейін бір адамның аузынан естімеппін. Ақырке сен тәкаппарсың, ақырке сен өзімшілсің деген сөзді өмірде де ешқандай адам маған келіп айтпаған. Мен болмысым осындай адаммын, мен нені көремін, соны айтамын. И сен айттың, неге онда сен жақсы пікір айтқың келіп тұрды да, неге жаманға ауыстыра салдың деп. Конечно, ауыстыра салам. Балауса ханымның ақырке деп 4 рет айтқанын мен өзім естіп отырмын. Одан кейін айтайын десем, сен маған қазір ақырке өтініш бір ауыз екеуіне жауап беріп жіберейінші, әңгімеден ауытқып кетеміз қазір деп айтсаң, мен жынды емеспін, мен хорошо деймін да, микрофонды қоя салам. Мен айтқым келіп отырды. Бұл жерде каблук қылып жатқан қызды көріп жатқан жоқпын мен деп айтқым келіп отырды. Одан кейін, конечно, сенің реакцияңнан кейін менде де ондай нәрсе туылады да, содан кейін мен айттым, сен сияқты жігіттер онда каблук болып жүре берсін дедім. Сондықтан маған ренжитін ештеңе жоқ. Бұл жерде сен өзің айғаймен бастап кеттің, мен сабырда отырған адаммын. Ашуға беріліп кеттім, негізі артық айтып қойсам кешір Ақерке, Алла разы болсын саған. Балауса Болма, ханым айта айта бер. кетсем бола ма қазір, Жанбек? Келіп тұр енді, мұнда қанша ашу келіп жатса да, жүргізуші қой деген кезде қоя салуымыз керек. Негізі бұл кісі әйел адам, оның үстіне жалғыз, біз көппіз, сондықтан кішкене сыйластық болайық, сыйластық танытайық. Енді осы тарапқа бір айта кететін жайт, енді Нұржанның да кішкене ашуланатын бар да, мына жерде каблук қалды, ана тесікке тықты. Мен каблук мүлдем көріп тұрған жоқпын. Қыз бала сыйлап келді, қадам жасап келді. Одан кейін қыздарға комплимент айтуыңды, қатты жақындауыңды, мысалға Нұрайға деген сияқты айтты. Бәрін істеп жатыр. Бұл жерде каблук емес, просто сыйласық. Ер адам сыйлаған сайын қыз бала да сыйлайды. Сондықтан олай қатты кете бермейік. Мына жерде тәтті әңгіме айтайық деді, біз кішкене тәтті әңгімеден ауып кетіп жатырмыз да. Балауса ханым, мен сөйлеп кетсем. Мен де негізі ұрсып қосыла кетейінші, негізі дұрыс айтады. Негізі мен Ақерке сәл ашулықпен сен өкшесіне айтсақ, негізі Ақерке сен жақтасы өтті. Бірақ жігіттер өткенде бәріміз отырған кезде бәріміз тидырған болатынбыз. Нұржан болды, сен комплимент айтпа деп. Енді қазір Ақеркенің тарапына сәл иіліп еді, алдықтан қасықтап жинаған абыройын шелектеп төгіп тастады. Одан бірден керек емес сияқты. Бәріміз білеміз Нұржан қандай ашық жарқын нағыз азамат екен. Бірақ бірден сен бір сәл болса өкшесін деп айтып керек емес сияқты. Сыйластықты білдір. Жоқ, негізі мен мына нәрсемен келіспей отырмын да, мен айттым. Нұрай сөзін аяқтай қойсын Расул. Енді мен жаңа Айданың әңгімесіне қалып кеттім да. Енді сіз менің ердіме емес, өзіңіз жігітіңізге көңіл бөліп алсаңыз да, бірінші негізі менің ердім қатты қызық болып бара жатыр ма дегендей ой ғой. Менің негізі ойым, Балауса ханым, Жоқ, Нұрай, соған қатысты сіз жаңа айтпадым деп басымды шайқадыңыз, негізі болған әңгіме. Ондай мен қайдан аласыз? жоқ, Балауса ханым, Видеоны шығарайықшы. Жоқ, былай Не айттым мен? Анда біреу жазды, сіз ерін жасатыңызшайшы деп. Мен айттым, мен жасатпаймын деп. Ол кісі де айтты, жасатпаймын. Сосын мен айттым, Нұрай сияқты сөйлемей отырайын, сосын сөйлей алмай отырайын деп. Былай қарасаң айтқан екенсіз ғой. Айтқан екенсіз ғой енді. Жоқ, енді Аида айтқандай былай емес, прямо андай. Олай айтқан жоқ, Нұржан қасында отырды ғой. Егер де артық кетсем, ол маған айтушы еді. Сіз Жоқ, негізі Бұл құлма, егер де сіз Нұрай сияқты сөйлей алмай Жоқ, мен де сөйлей алмайды ғой. қай жерде сөйлей алмаймын? Қазір мен сөйлемей отырмын басында. Некоторые буквы до конца выговаривать етпейсіз ғой, потому что сізге анау мешает. Сіз мені үйтіп, менің сыртымнан осуждать етпей ақ қойыңыз. Бетіме келіп айта алмайтын емес секілді негізі ғой. Мен сізбен қазір ұрысқым келіп отқан жоқ. Өзіңіздің ойыңыз өзіңізде қала берсін. Менің ердім, өзім менің ердім. Енді мен өзім пікірімді айта кетсем, менің ойымша жаңағыда барлық айтып жатыр ғой, анда подкаблук болып жатыр немесе. Менің ойымша мынандай нәрсе секілді да, бір-біріне тек қана ерегіс нәрселер ғана секілді. Балауса ханым, енді жігіт осы күнге дейін істеп келді, барлық нәрсе комплименттерін, өзінің косяктарын жасап келді. Ал Ақерке соған ерегісіп жасап тұр да. Енді мен де ондай нәрсе істей аламын деген сияқты. Менің ойымша ол нәрсе дұрыс емес секілді. Ең бірінші енді махаббатқа, жұптыққа баратқан жұпсыздар ғой енді. Менің ойымша бірінші ол жерде ерегіс анау мынау оны керек емес секілді. Мен негізі ана нелерде де айтып кеткен болатын, эфирларда да типа алмайды, үйленбейді деген сияқты. Енді білмеймін, осындай жалғаса беретін болса, точно да үйленіп алмайтын да секілді бұл екеуі. Мен айтайын. Былай ғой, Жауап бересіз ба? Жауап бере қойыңыз. Нұрай, былай айтайыншы, шынымен де ерінге қатысты, мүмкін мен артық кеткен шығармын, бірақ та сіз айтқан оның алдында әңгімеңізден қарағанда, менің айтқан ернім туралы ол мелочь болып қалады. Сондықтан да, какой привет, такой ответ. Если сіз маған сондай сөз айтатын болсаңыз, вы будете готовы, что мен тоже сізге бір нәрсе айтамын. Мен сіздің бойыңыз, жігітіңіз, жүріс-тұрысыңыз туралы ештеңе айтпаймын ғой. Конечно, сіз айтамын. Айтамын. Если керек болса, Жоқ, сіз айтамын. кімсіз? Сіз кімсіз? Нұрай, сіз онда бізге ешкім емессіз, комментарий айтпаңыз онда. Микрофонды онда алмаңыз. Сізде маған ешкім емес. Онда Тыңдап сөйлейік бір-бірімізді, немесе сөйлемей Сізде маған ешкім емес, сізде жай келіп жүрген. Жай ғана біз шыққанда Тоқташы. микрофон алмаңыз. екеуің де бір-біріңе ешкім емессіңдер, бүйтіп қатты айқайласпай ақ қойыңыздаршы, болды. Басқа әңгіме айтайық. Онда сөйлемесінші, біз шыққанда сөйлемесін. Иә, болды. Вообще мен сөйлемеу үшін сіз менің атымды қозғап, әр жерде әртүрлі мен туралы әңгімелер Ал сіз неге онда ана жолы маған алмайды деп? Онда сіз кімсіз? Онда алмайды деп айтатындай. Сіз Нұржанның әпкесісіз ба, әлде анасысыз ба? Кімсіз? Мен осы жерде отырған қатысушымын, и мен Вот оны қатысушысыз осы жерде жоғаның ішінде барлығының Ақерке, жақсы, рахмет, керек емес. Бірақ Ақерке, менің айтатыным, бұл кісілердің қай-қайсысының да, Ақерке, естіп тұрсыз ба мені?
Ақерке, Да, да, да. естіп жатсыз ба? Қатысушылардың қай-қайсысы да сіздердің қарым-қатынастарыңызға комментарий айта алады. Бірақ әркімнің жеке басына қарай біреудің ерні, біреудің көзі немесе әріпті қате айтатын туралы ол жекеге өту болып жекеге өткенде мысалға иә мен осылай ойлаймын, адам шынымен де мен үндемей де қала аламын, иә сабырлық таныта аламын, бірақ та адам бір емес екі рет осылай айтып жатса, онда өзі дайын болу керек та, что ондай мысалға мен де айта аламын, менде де ауыз бар деген Онда сияқты. келісейік, екеуіңіз бір-бірлеріңізге не керек, соны айтыңыздар. Алуса ханым, мен Ақеркеге ол жерде ешқандай да Ақеркеге қайланыстырып, мен ешқандай нәрсе оның сырт келбетіне, түріне, басқа нәрселеріне Лучше ештеңе бы айтқан вы жоқпын. сказали. Мен ол пікірді Нұржанға айттым. Нұржан алмайды деген секілді Нұржанға айттым. Мен ол жерде Ақерке туралы бір нәрсе айтсам, сіз мына жерде фактпен қойып берсеңіз деген нәрсе. Қалай Ақеркеге қатысты емес, алмайды деген маған қатысты әңгіме болды ғой. Сіз тура айттыңыз ғой, бәрі естіді ғой. Мына мінезіңізбен сіздің Нұржанның ата-анасы сізді алмайды деп сіз солай айттыңыз ғой. Ақерке, Бәрі қараңызшы. естіді ғой, Ақерке, бұл енді сіздердің қарым-қатынастарыңызға қатысты әңгіме. Бұлар үйленетін сияқты, немесе үйленбейтін сияқты, тең сияқты, немесе тең емес сияқты деп бұлар айта алады. Дәл сол секілді сіз де мысалы басқа біреудің қарым-қатынасына Алуса ханым айта алады деп, алмайды деп айтқаны дұрыс емес қой. Ақерке, егер де біз әрі қарай қазбалайтын болсақ, онда екеуіңіз де отырмай ақ қойыңыздар. Сын көтермейді екенсіздер. Бір-бірлеріңіздің жекелеріңізге өту дегенді не екенін білмейсіздер, қарым-қатынасқа өту дегенді білмейсіздер. Ондай болса керек емес. Кейде үндемей де қалу керек. Немесе бірақ екеуіңіздің бір-бірлеріңізге айтып жатқан менің қарым-қатынасыма сөйлемесін, сен маған сөйлеме деген әңгімелеріңізді қойыңыздар. Осы жерде екеулеріңіздің де қарым-қатынастарыңыз әңгімеленеді, айтылады, пікір тыңдалады. Жекеге өтпейміз. Балауса ханым, саламатсыздар ма? Ақерке, қош келдің. Негізі бағанағы Нұржанның мына жерде жанып кеткені маған кішкене ұнамай қалды да. Нұржан ондай тірлік жасамау керек саған, мысалы жүргізуші айтып жатыр тоқта деген сияқты естіп отқан жоқсың. Жарайды, ол қыздар бір-бірімен салғыласса, түсінікті қыз бала деп жабасса болады. Ал ер басыңмен саған негізі сын болып келеді. Келесі жолы есіңде болсын. Одан кейін өйстіп отырып кешірім сұрамайтындай дегенім ғой. Енді ананы мынаны бағанан бері айтып жатырмыз, мен бір зат түсінбеймін да. Таныстықтарыңа 2 ай болды. Неғып сен бір жұптыққа сөз салмай, бір әдемі жауып басыңды алып қашып жатқаныңшы? Әрекет жасамайын, бәке, ол жеке қалғанда да айттым, оны пікір қылып айтып жатсың, 2 ай болған жоқ. Қай кезде келген білесің ба бұл кісінің? Білесің ба қай кезде келген? Қалай 2 айда аяқтан шығарып алдың? Айтсашы енді, примерно айтып отырмын. Келді. 1-2 ай болған жоқ, 1,5 ай енді болды. Бопты, жарайды, 1,5 ай болсын. 2 апта бар ғой, какая разница дегеніңіз? 2 аптада бір адамның ғұмыры ғой, 2 апта деген. Сен өз-өзіңді естіп отырсың ба? Естіп отырмын. 2 апта сіз үшін көп уақыт, иә, Нұржан? Иә. Енді 2 ай болған кезде сөз салайын деп отырсың онда? Қашан салайын сөзді? Негізі не үшін Қашан саласың деп сұрап отырмын. Қашан салайын? Неғып басыңды алып қашып отырсың? Неғып басыңды алып қашып отырмын? менің әкем қарсы болды ғой. Біз сыртта да сөйлесетін. Просто анандайда сендер осы жерден ғана білесің, сыртта біздің арамызда не тема болып жатыр, қандай нәрсе болып жатыр білмейсіңдер да. Сол туралы айтыңызшы. Әкеңіз қарсы болды, иә? Не деп жатыр ол кісі? Негізі біз айттық қой, тәтті әңгіме айтуға шықтық деп. Соны айтайын деген ғой. Әкемен мен сөйлестім. Уақыт тауып, екеуміз отырып сөйлестік. Сол кезде қолын жайып маған батасын берді. Осыдан бастамайсыздар ма әңгімені? Сонда айтуға жеткен жоқпыз ғой. Не білмеймін, не үшін қыздар, ұлдар неге солай болады? Осы жаққа шықсақ, мысалға даже стримнің әңгімесі, Алишер айттым ғой, не үшін бастадыңыз? Ол әңгімені Нұржанға сол керек болды ма? Ер бала қалай түсінеді? Менің ойымша, бұл ерегес емес. Мен де стримға негізі сол күні бірінші рет өмірімде кірдім. Не үшін кірдім? Себебі ол енді жаттап алатын болды. Егер де өзі стримға кіретін болса, мен де кіре алам деген сияқты. Егер де оған сол кезде неприятно болды ғой, енді ол ондай нәрсені жасамайды деген сияқты. Жоқ, соны айтайын деп жатқаным ғой. Ол әңгімені осы жерде қазбаламасаңыздар, бізде тәтті әңгіме қазір шығушы еді. Жоқ, Ақерке, былай ғой, мына жерде айта салайыншы. Мына жерде енді сіздер ортаға келіп отырсыздар, иә, әрине. Бірақ сіздерде бәрі айтылады. Сіздердің отношенияларыңыз осы жерде басталды ма? Значит, осы жерде біз не көрдік, не естідік, сіздердің отношенияларыңыз бәрі осы жерде ашық айтылсын деген ниетпен біз осы жерде бәрін айтамыз. Ал енді Нұржанға келетін болсақ, бағана Барс айтып отыр ғой, неге сен шынымен де ашуланып отырсың деген сияқты. Мен ойлаймын, кез келген ер азаматтың намысына тиетін сөздер болса, намыстанады деген сияқты. Бағана Ақеркенің де пікірін каблук болуға лайықтысың деген сияқты. Сонда Ақеркеге айтқым келіп отыр, сен де мына өзің жігітіңді каблук қылғың келді, бірақ каблук болмады. Сонда ол да сондай каблук болуға лайықты болып отыр ма? Сонда сен үшін ол жігіттің сол нәрсеге лайықты деп сен санадың ғой, значит. Иә, Айгүл, каблук болуға лайықты болатын жігіттер де болады, лайықты болмайтын жігіттер де болады. Әрекеттеріне байланысты бөлінеді бұл жерде. Енді өзің де білмеймін, енді екі жігіттің қайсысы каблук болады, сонымен бірге болайын деп жүрген қыз ретінде пікір айтып отырған шығарсың енді бұл жерде. Бірақ енді мен жалпы ешқашан өзімнің қасымда әлсіз еркекті қаламағанмын, қаламаймын да. Сержанмен арамызда ешқашан
Сержан Ағыркенің жаңағы каблугы болып кетті екен ау деген әңгіме даже обсуждацияда етілмеген. Ол әңгімеден біраз момент Нұржан екеуміздің конфликтімізден уже біраз уақыттар өтіп кетті. Сен неғып оны қайтадан бастап Нұржанды якобы қолдап отырған адам сияқты отырғаныңды мен по факту түсіндіріп бердім. Нұржан маған атылғаннан кейін негізі менің пікірім ол болған жоқ еді. Нұржан каблук емес деп мен айтып оның бәрін естіп қайталаймын, өйткені сен түсінбегенсің, сен бәрі әңгімені басынан бастап отырсың. Сондықтан мен өзімнің айтқым келген пікірімді айттым. Оны Сержанға, басқасына 12 жыл бұрынғы әңгімелерге жабыстырып қосып қажет емес, өзің өміріңмен айналып жүре берсең. Былай айтып отырсың ғой, енді мен қасымда әлсіз жігітті таңдамаймын деп. Вот именно ол кісі әлсіз болмағаннан кейін сен енді отказ беріп отырсың ғой жарты жолда. Мен отказ бердім ба? Екіншіден бағана айтып отырсың, Нұржан өзі атылғаннан кейін Нұржан саған по факту ештеңе айтқан жоқ. Ол жай ғана тұра тұршы мен сөйлейін деді болды. Ал сен оның адресіне қарай уже личностьқа кетіп, сен сол адам каблук болуға лайықтысың деп. Сен сонда жігітті қалай бөлесің? Мынау каблук болуға лайықты, мынау лайықсыз деп. Қай іс әрекетіне қарап бөлесің? Сен қалай бөлесің? Ақшасы бар деп бөлесің ба, или хайп бойынша келеді деп бөлесің? Давай Ағырке енді өзін олай маған қарай бұрып керек емес. Мен саған сұрақ қоятын. Мен айтып алайын, бірінші сен айттың иә, сен соған лайықтысың деп мен саған сұрақ қойып тұрмын. Сен жігітті қалай бөлесің сонда? Сен соған лайықтысың. Қай іс әрекетіне қарап бөліп отырсың? Айгүл, мен басында айттым ғой қалай бөлетінімді. Әрекеттеріне байланысты болады ғой, бір қыз баласын тыңдағысы келіп қалатын, бір кішкене қыз баласынан әлсіздеу жігіттер болып қалады, бүкіл айтқанын істейтін. Мен солай бөлем. Әлсіздеу жігіттерді каблук бола берсін деп бөлем да, бірақ мен қасында ешқашан әлсіз жігіт болмаған деп айтып отырмын. Ал саған енді встречный сұрақ. Сен қалай бөлесің? Ақшасы көп деп бөлесің ба, больше хайп береді деп бөлесің ба? Ондай болмаған, біреудің ақшасы бар болмаса ақшасы жоқ деген сияқты. Сол үшін теманы ауысып керек емес деп ойлаймын. Болды Айгүл. Бұл жерде Мистер Сабыр. Мен айтып келетін Нұржан, четкий отыршы. Отыршы осы айтқанда. Четкий. Тартыш. Четкий отыр деп мына кісі айтпай ақ қойсын. Тұрады. Басын қай тасқа ұрарын білмей жүрген адамдар четкий отыр деп айтқан екен сәл-пәл. Қазір мен саған бір зат айтқым келеді. Ақыл немесе үлкенмін ғой. Мысалы, жұртқа комплимент айтқың келе ма? Айт. Әзілдескің келе ма? Әзілдес. Өзіңмен өзің бол. Ағырке, мен сені білем. Мен сенімен стримға келгенде жақсы жаттыр жазамын. Білесің ғой? Всегда на позитиве. Дұрыс па? Иә, бірақ өз-өзін жоғалтпашы. Негізі сен де қыздардың арманысың. Оны Ағырке түсінеді. Ағырке просто андай да сен бүйтіп қалады, ренжіп қалады деген сайын сен андай өз-өзін жоғалтып жатсың. Четкий отыршы, сен қалайсың эфирден тыс? Солай болу керек. Мен де қазір мысалы күшті жүрмін. Жігіттер бір-бірін түсініп жатыр деген сөз. Кім мынау? Тыныш отыршы. Мен сөйлеп жатырмын. Бізде дәл қазір жарнамадан кейін кім өзін жоғалтып жүріп бірге білеміз. Сәлем оқырман. Бүгін сендерге Сержан мен Ақерке жайлы бір шынайы, ойландыратын оқиғаны айтып бергім келеді. Бұл махаббат, түсініспеушілік және өмірлік таңдаулар туралы хикая. Сержан мен Ақерке бір-бірін қатты жақсы көріп, болашаққа жоспар құрып жүрген жұп болатын. Көп ұзамай тойда белгіленді, екі жақтың да ата-анасы танысып, үлкен дайындықтар басталды. Бірақ уақыт өте келе олардың қарым-қатынасында бір түрлі өзгерістер пайда бола бастады. Ақерке бұрынғыдай Сержанға жылы қарамайтын болды. Қыздың көзіндегі ұшқын, жүзіндегі күлкі біртіндеп жоғалды. Ол жиі ойға шомып, үнсіз отыратын. Ал Сержан болса бәрін байқап жүрсе де, үндемей, ішінен күйіп жүрді. Ол үшін Ақерке өміріндегі ең қымбат адам. Бірақ дәл осы сәтте сол махаббатты қалай сақтап қалатынын білмей қалғандай болды. Ақерке соңғы кезде құрбыларымен жиі кездескісі келіп, серуендеп көңіл көтеруді қалайтын. Ал Сержан керісінше оның үйде отырғанын, ешқайда шықпағанын жөн көретін. Тойға аз қалды, ұят болар, бір жерде жүрсең, бірдеңе болса деп қорқатын. Бірақ қыз үшін бұл еркіндіктің шектелуі секілді еді. Олардың арасында осы тақырыпта жиі реніш, сөз таласы бола берді. Ақерке өз еркіндігін, жеке кеңістігін талап етті. Мен әлі жаспын, өмірім енді басталып жатыр. Құрбыларыммен кездесу, бір шыны кофе ішу, таза ауа жұту, бұл менің өмірімнің бір бөлігі деді бір жолы. Ал Сержан оған ренжіп, сен менімен болғың келмей ме? Үйде отырсаң не болады? Біз екеуміз болашақ отбасы боламыз ғой, деп қарсы шықты. Міне дәл осы сәттен бастап, олардың арасы қатты суып кетті. Ақерке өзінің сезімі әлсірегенін сезді. Бұрынғыдай жүрегі дүрсілдемейді. Бұрынғыдай Сержанды көргенде қуаныштан жүрегі атқақтамай. Ол бұл сезімнің шынайы жоғалғанын түсінді. Ал Сержан болса, бұл өзгерісті жүрегімен сезіп тұрса да, қабылдауға дайын емес еді. Айта кету керек, Сержан бұған дейін бір рет ажырасқан. Ал Ақерке болса, алғаш рет тұрмысқа шықпақ болған қыз. Мүмкін, осы айырмашылықта олардың қарым-қатынасына әсер еткен болар. Бірі өмірдің дәмін көріп, сақтықпен қарайды. Ал екіншісі әлі де арман қуған, еркіндікті қалайтын жас жан.
тойға аз ғана уақыт қалды. Бірақ дәл қазір олар бір-біріне бөтен адамдардай. Үнсіздік, түсінбеушілік, жүректердегі бос кеңістік. Ақерке енді үйленгісі келмейтінін, бұл шешімді қабылдауға мәжбүр екенін сезіп жүр. Ал Сержан соңғы үмітін үзгісі келмейді. Ол әлі де бәрін қалпына келтірем деп сенеді. Бұл оқиға махаббаттың әрқашан жеткілікті еместігін, түсіністік пен еркіндікке деген құрметтің қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Сүйсең де, шын жақсы көрсең де, адамды ұстау емес, босата білу керек. Өйткені махаббат иемдену емес, еркін таңдау жасауға мүмкіндік беру. Сол күндері Ақерке көп ойланды. Ұйқысыз түндер, көз жасына толы жастықтар, жүрегіндегі ауыр шешім. Ол өзін кінәлі сезінді. Неге сезімім суыды, неліктен Сержанды бұрынғыдай сүйе алмаймын деген сұрақтар жанын жегідей жеді. Бірақ жүрекке әмір жүрмейді. Ақерке өзінің бақытты болуға қақысы бар екенін түсінді. Бәлкім, дәл қазір емес, бірақ бір күні ол шын сүйетін, өзіне еркіндік беретін адамды жолықтыратынына сенді. Сержан болса күн өткен сайын күйзеліске түсті. Ол Ақеркеге түрлі сыйлықтар жасап, тосын сыйлар ұйымдастырып, барынша көңілін табуға тырысты. Бірақ өкінішке қарай, ол көп нәрсені тым кеш түсінді. Ақеркеге тек қамқорлық емес, сенім, еркіндік, теңдік керек еді. Ал Сержан оны жақсы көріп тұрып, өз қорқынышымен күресе алмай, қыздың еркіндігін шектеуге тырысты. Соңында Ақерке Сержанмен ашық сөйлесуге бел буды. Бұл әңгіме оңай болмады. Екеуі де үнсіз отырып, көздеріне жас үйірілді. Ақерке: «Сен жаман адам емессің, Сержан, сен мені шынымен жақсы көрдің. Бірақ мен өзімді жоғалтып бара жатқандаймын. Мен енді бұрынғыдай сезбеймін. Бұл тойды жалғастыру екеумізге де әділетсіздік болады», деді дірілдеген дауыспен. Сержан үндемей отырып қалды. Ол бұл сөздерді жүрегінен өткізіп, үнсіз қабылдады. Өз ішінде талай сұрақ, талай өкініш, бірақ ол қызды түсінуге тырысты. Және бірінші рет оны босатуға шешім қабылдады. Осылайша тойға бірнеше апта қалғанда олар екі жаққа кетті.